Сәлеметсіздер ме? Мен Керхан Олдалхан, IT-лицей мектебінің 8-ші Б сынып оқушысы. Мен отбасымда 4 адам. Әкем Керхан Жоғашұлы CCC компаниясында жұмыс жасайды. Білімі жоғары. Әкем өте еңбекқор. Әкеміздің алғыс хаттары көріп, біз мақтанамыз. Әкеміз келгенде біз шахмат, шашка және сыртқа шығып көршілермен әртүрлі ойындар ойнағанды жақсы көреді. Ал анам Анаргүл Сүйшқалиевна, мұғалім, жоғары білімді. Анамыз біз сабақтан келгенде дәмді тамақтармен бізді жиі қуантып отырады. Анамыз біздің өнерімізді көріп, әкемізбен ақылдасып, әртүрлі үйірмелерге берді. Менің анам қаталдау. Сүйікті қарындасым Наргиза, екеуміз ән айтамыз. Қарындасым скрипка тартады, мен домбыра тартамын. Қарындасым би көркем сөз бассейнге қатысады және үнемі бас жүлде бірінші орын халықаралық республикалық конкурстардан алып жүр. Және балаларға арналған Бозторғай бағдарламасының жүргізеді. Жігітке жеті өнерде аз демекші, мен жүзу, домбыра, ән айтамын, кубик-рубик құрастырамын. Қарындасыммен әртүрлі конкурстарға қатысып, жүлделі орындар алып жүрдік. Мысалға, бала түркішін, бала дауысы, балдәурен, тағы да басқа. Димаш Құдайбергеновтың ұйымдастырған 3-ші қайырымдылық грант балына қатыстым. Кейін робот құрастыруға қатысып, Алтай Абайұлы жасаған жұмыстарын ұнап, әртүрлі конкурстарға қатысып, облыстық республикалық жеңімпаз атанып, Бурабайға балдәурен лагеріне демалысқа сертификат жинап алып, демалып қайттым. Қазір мен өз болашағымда IT саласымен елестетемін. Себебі маған қатты ұнайды. Осындай жетістіктердің жетуімнің ата-анамның, ұстаздарының арқасында екенін еш ұмытпаймын. IT-лицей мен сені қатты жақсы көремін.